Жедел хабарлама тарады. Президент ата-аналарға үндеу жасады. Барлық ата-ана хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазыңыз. Видеомыз астына бір дана лайк және жазу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын ескіземіз. Ендеше біз бастадық. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев республикалық педагогтер съезінде ата-аналарға үндеу жасады деп хабарлайды Тенгриньюс тілшісі. Барша ата-анаға айтарым, балаларыңыздың зорлық-зомбылық жасауына, қоғамдық тәртіпті бұзуына ерік бермеңіздер. Әсіресе оларды мұғалімдердің алдында қорғамаңыздар. Баланың бетінен қақпаймын деп оның теріс қылықтарына көз жұма қараудың соңы келешекте қайғылы жағдайға әкеп соқтыруы мүмкін. Алдағы уақытта заңға қайшы әрекеттерге бармас үшін мектеп тәртібін бұзушыларға алдын ала алу шараларын қазір қолдаған жөн, деді Тоқаев. Басқаларда тезірек хабардар болу үшін видеоролигімізді жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбат көрермен. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең екенін ұмытпайық. Сау сәлеметте болыңыздар.